Жүсіп пайғамбар қиссасы. Зылиханың түсі. Зылиха Емен падишахының қызы еді. Елдің еркесі мен назы еді. 16-ға келгенінде қыздың жасы төгіліп тізесіне түсті. Шашы аршын түс, алтын ек, інжу басы, бұраң бел, ерні ақық, көзі гаухар, қиылды қап-қара боп қиғаш қасы. Жүзінен нұры төгіп, қаны тамған, тістері меруерттің тізген тасы. Басына құндыздан бөрік киді, тізеден қара шашты өріп түйді. Бірі күтіп, біреуі нөкер болып, соңынан мың канизақ еріп жүрді. Өзі елден асқан ақылды, жұрттан озған білімді. Талай мырза перизатқа ғашық еді, бір көруге асық еді. Бірақ Зылиханы көргенде тілі күрмеліп, жүзіне тура қарай алмай, маңайынан қашып еді. Зылиха бір күні түс көрді. Түсінде ғажап іс көрді. Маңдайы айдай, көзі жұлдыздай жарқырап бір бекзат жігіт алтын тақтың үстінде шалқайып отыр екен. Басындағы алтын тәжі меруерт пен шапаны алтын жіптен, түймелері жақұт таспен бедерленіпті. Өзі әмір, ақылы кәміл, қара қылды қақ жарған әділ сұлтан дерсің. Бір көргеннен ғашық болды. Ханзаданы көруге асық болды. Түстің әсері өңінде көрген оқиғадай баурап өтті. Осылайша ғашықтық дертіне душар етті. Ұйқысы бұзылып, тамақ ішуден қалды. Дерті күннен күнге меңдеп, төсек тартып жатып қалды. Шайға түскен қанттай боп шөкті. Рең басы үзілген гүлдей солды. Оңашада өз-өзімен күбірлеп отыратын әдет шығарды. Ата-анасы қызының күйін көріп уайым жеді. Алыс жақындағы емші тауып бақсы балгер тамыршының бәрін жиды. Қызымның дертін кім жас берсе, ат басындай алтын берем деп жар салды. Бірақ дерттің дауасы табылмады. Арада бір жыл өтті. Зылиха ғашығын түсінде тағы көрді. Бұл жолы жігіт қызға сөйледі. Сөйлегенде бүйдеді. Ей періштеден пәк перизатым, неге мұнша зарықтың, үмітсіз боп тарықтың, жүзің солып жабықтың. Нәркес гүлдей көркемең, ынтық жырды шертерем. Алуадай сөзіңмен жүрегімді өртерең. Мен де саған құштармын. Қауышайық ертемен деп елжіреді. Аузын ашса тілінен бал тамады екен. Тыңдаған жұрт үніне таңғалады екен. Зылиха да тіл қатып, жүрегімен толғатып бүйдеді. Ей шыбын жанымнан артық ғашық жарым, қайғының мен айтайын іште барын. Ғашық оты жанымды күйдіріп барады. Жүрегім ақылыма көнбей қиғылық салады. Шерменде боп шерге ендім. Нұрлы жүзіңді мен көрдім. Сарқылды барша амалым, сені қайдан табамын. Жөніңді айт, мағлұм ет, мен бейбаққа тағлым ет, деді зарығып. Жігіт, аштың ау, көңіл жарасын. Өзіңді жүрек қаласын, аймен күнге баласын. Егер мені іздесең, Азиз Мысридің үйінен қиындықпен ғана табасың, деді де ғайып болды. Зылиха оянып кетті. Жүрегі әлі де дүрсілдеп соғып тұр екен. Ғашығының сөзі оған үміт сыйлады. Күн шуағын шашып, арайлап таң атқандай күй кешті. Көктемде райхан гүлі қайта бүр жарды дерсің. Демде дертінен айығып, жүзі жадырап сала берді. Толған айдай толқысып, гүлдей жайнап шыға келді. Ғашығын анық қайдан табатынын білген соң, Рахман түсін бірінші анасына баяндады. Анасы әңгімені әкесіне жеткізді. Әкесі бар жағдайды білген соң, уәзірлерін жинап үлкен кеңес қылды. Кеңесте, уа уәзірлерім, сауда мұраты ұту, жол мұраты жету, құз мұраты кету деген. Менің айдай сұлу аппақ қызым да бой жетіпті. Ұзататын уақыт жетті. Не ақыл айтасыңдар, деді. Уәзірлері шетінен, жөн сөз, бой жеткен қызды беруге асық, қарызыңды қайтаруға асық деген. Қыз қонақ, қыз өссе өрісің кеңейеді деген. Осы ғой. Теңі табылса тегін бер деген. Ең бастысы теңіне жолықса болғаны. Тұзды көп сақтама, су болады. Қызды көп сақтама, күң болады деген. Биылдан қалмай ұзатылғаны дұрыс. Қыздың 40 кісі айттырады, бұйырған біреуі алады, деп уәзірлері кезегімен ойын айтты. Патша қызын ұзатады деген гу-гу әңгіме желді есті. Бағын сынап талай елдің ханзадасы мен мырзасы оғланы мен бағланы жақсы мен жайсаңы Иеменге жиналды.
Солардың арасында уәзір Әзиз Мысридің елшісі де бар еді. Әкесі махаббатқа зорлық жүрмейді, қызым таңдауын өзі айтсын, деп кісі жіберіп сөз сұратады. Қызы, әкем разы болса мені Әзиз Мысриға берсін деді. Әкесі келісті. Қыздың жасауын жасап, патшалық рәсіммен ұзатты. 1000 түйеге жүк артты. 1000 тұлпарға алтын, 1000 қашарға күміс артты. Қызметіне 1000 канизақты және қосты. 1000 сұлу қыз қасына тағы ерді. 1 айлық жолды жүріп өтіп, Зылиха сән салтанатымен Мысырға да жетті. Келінді шашу шашып, Әзиздің сарайына түсірді. Ғашығыма қосылып, мұратыма жететін болдым деп, Зылиха бақыттан басы айналды. Жүзінен нұр тамып, күндей балқыды. Бір уақытта бектермен бас уәзір кіріп келді. Зылиха қараса, ері бөтен кісі екен. Сол сәтте аһ ұрып, өкініштен бармағын шайнады. Күңі, уа жаһанның сұлуы, неге мұнша қайғырып жыладың? Бүгін қуанышты күнің емес пе деді. Әзизім қайда, Әзизім? Осы жерден табасың деп еді ғой. Бас уәзір Әзиз Мысри тақты отыр. Әзиз сұлтанның осы емес пе? Деді күңі, әлі де ештеңенің байыбына жете алмай. Зылиха есінен танды. Бір кезде есіне келіп, түсімде көрген ғашығым бұл емес. Бұл жігіт маған лайық емес. Оның жүзі толған айдай нұрлы еді. Тілі балдай шырын еді. Көркіне ақылы сымбатына мінезі сай ғажап жігіт еді. Не деген сормаңдай адам едім, деп күңіренді күндері. Күндері сабыр етіңіз қаншайым. Құр бекерге зарланып, Құдайға қарғанбаңыз. Сабыр түбі саралтын. Махаббаттың осындай азабы болмаса, шайырлар оны жырға қосып жырлар ма еді? Тағдырға мойынсұнған пенде ғана шын бақытын қапсыз табады деген қайда, деді. Зылиха сонда барып түстің мәнін ұққандай болды. Мені қиындықпен табасың деген сөзі көңіліне медет қылып тағдырына көнді. Алайда бұл сырды ешкімге ашпады. Осылайша 7 жылды қан жылаумен түсіндегі бекзат ғашығын зарығып күтумен өткізді. Бір күні Мәлік аспандағы айда кепті деген хабар ел ішінде дүңк етті. Сол кезде Зылиханың да жүрегі бүлк етті. Мұны жақсылыққа ырымдап, құлды көрмекке бел байлады. Жалғасы келесі бөлімде.